Қайырлы таң. Бүгін 18 маусым 2025 жылғы. Бүгін кішкентай Құлын кезінен асырап қолтума болған байталымыз 22 жылы келген Құлын болып туған байталымыз міне бүгін туып, Құдай қаласа Жайлауға аттандырайық деп жатырмыз. Және мәшінге тиеп жібердік. Жайлауға аман есен барып, өзіміздің ерімізге қосып, өйткені себебі ол басқа жерде жүрді. Сол бүгін өзіміздің ерімізге қосып, Құлынымен өзіміздің ерде болған қаладық. Қазір Алла қаласа Жайлауға барып, тұяғын кесіп, айғырға қосып, айғыр қабыл алса жақсы болады деді. Енді жолымыз болсын, биеміз аман есен болып, жылқыларымыз өсе берсін, өне берсін. Нұрәли балаларымыздың Асылханның, Гауһардың, Айеркенің құлындары көп болсын, азаймасын, көбейе берсін, Алла тіл көзден сақтасын. Северный. Даже двухсторонний салон идет. Здесь есть такая сияқты бәле болады ғой, аштың сияқты такой. Қатырайын деп жатыр. Қай жерге асып кетті? Ал міне алаң қалаумен Жайлауға да келіп қалдық. Қазір міне ат ерттеп, жылқылар іздеп, жылқыларды, айғырларды айдап келеміз. Содан кейін қазір мен келгенше тұяқ кесу процесі болады, одан кейін айғырға қосу процесі болады. Ары қарай назарыңызға ұсынамыз. Міне Жайлауға келгенбіз. Жылға келдік. Қой міне. Жайлау қандай тамаша, міне салқын. Ауа райы жақсы болып тұр. Міне қойлар. Қазір қой аламыз. Қазір жылқыны түсіреміз. Міне будка. Ержан ағаң отыр міне. Осы жерде директор міне. Малдың бастығы осы кісі. Осы міне Жайлау деген. Тамаша міне. Жайлауға келсек бір дем алып қаламыз. Ғалам, немене деп қоймын? Айғайлап тұрмыз бұл. Естідің бе? Естідім, бірақ айғайлаған естіп тұрмын, бұлғаған көргім шықты. Бейтіп тұрмыз шақпымен айғайлап жерде көтін жетті.
Ана жерден шықты. Сен және ортадағы анау кішкене тауға шықтың да биікке шықсаң көрер едің. Қасқатты қуып жүр ма? Иә, анау атқа анау. мынау күйлеп тұр ана қолын шығарса Иә.
биені үйірге қостық. Енді күтеміз. Қосылса ертерек қайтып ауылға барамыз. Міне қазіргі киімім осындай. Жайлауға арнап қалай бағу кеттіңіздер. Жайлауға барғанда киім таңдамайсың. Не бар соң келсін. Бастысы күннен қорғаса болды. Қазақстан табиғаты не десе де керемет қой. Жай ғана жайлау, жазық дала, кішкентай таулар бар. Осыған қарап, тамсанып, отыра беруге болады. Мынау біздің жылқымыздың балам. Ең төл басы мына осы бие. Осы бие 2014 жылы медет деген Сылдырбаев медет досым берген. Осы Құлын кезінде берген бізге. Сол осы бие біздің осы малдың бәрінің төл басы, біздің төл басымыз осы биеден басталған. Осы биеге келгелі біз жылқыға да махаббатым ашылып, жәнегі жылқы ұстау деген бізге өзіме бір ой келді. Сонымен осы алаңның қалауымен осы биеден басталған бірнеше жыл 2014-тен осы Құлын болып келгеннен бүгінге дейін міне алаңның қалауымен осынша бас болды. Енді бүгін әкелгеніміз осы биенің және ғана көкбайт бағанаға келген көкбайт алып, осы биенің құлыны біздің қол тумамыз. Анау сары қолынан немересі. Қауқардың биесі жүр әне жерде. Нұра Асылханның биесі ана көк бие жүр. Міне осы бүгінгі алаң қалауымен бір үйірге жетіп қалды. Жайлаудың кен байтағында Бозан деген жерде біздің рахаттанып, жылқыларымызды көріп келіп жүрміз. Бәрібір аланың қолында, алу да, беру да аланың қолында деп ойлаймын. Енді бәрі сенікі, осылар бәрі балаларыңкі. Көк болады еғар. Смотри, көк болады. Ақтану. Ар жақ жүні қандай көк. Көрдің? Қызғы? Ар жағындағы торы.